Табысты бизнес жүргізудің сыры. Бірлесіп еңбек ету адамдарда орасан зор табысқа жету ынтасын тудырады. Ондай талпынысқа адам жалғыз өзі жұмыс дегенде өте сирек қол жеткізеді. Бұны Ральф Эмерсон айтқан еді. Бизнесте күрделі табысқа жетуге не ықпал етеді? Бұл сұраққа жауап қайтару оңай. Бизнесте елеулі нәтижелерге жетуіңіз командаларыңыздың неғұрлым ұйымшыл қызмет етуіне тікелей байланысты. Егер де сізге басшы тізгіні тапсырылған болса, алдымен ұйымшыл команда құрыңыз. Сіздің көзқарасыңызды толық түсінетін және де басқару стиліңізге сәйкес келетін лайықты адамдарды табу өте маңызды. Әріптестеріңізге өздерін маңызды әрі баға жетпес қызметкер екенін сезінуге мүмкіндік беріңіз. Ұжым мүшелерінің арасында сенімді қарым-қатынас орнатылуына назар аударыңыз. Сіздің іске деген көз қарасыңыз, қызмет ету стиліңіз олар үшін үнемі үлгі болады. Осыны естен шығармаңыз. Сіз осы уақытқа дейін көп нәрсеге қол жеткіздіңіз. Алайда кейде адамның жалғыз өзі көздеген мақсатына қол жеткізе алмайтындығын, кейбір салада сізге қарағанда өзгенің кәсіпқорлығы неғұрлым артық екенін бірлеріңіздің сөзсіз түсіне алатын адамдардың бар екендігін түсінесіз. Осындай адамдарды тапқан кезде сіздердің бірлескен жұмысыңыз міндетті түрде сәтті аяқталады. Сіз команда сөзінің бизнесті жүргізу ісі мен өмірде қаншалықты маңызды екенін түсінесіз. Тиісті адамдарды тауып мықты команда құрып үлгерсеңіз, сізді шын жүректен құттықтаймыз. Ал егер осындай команда әлі құрылмаған болса, әлі бәрі алда дегіміз келеді. Өзіңізге демеуші болыңыз. Бизнес біліміңіздің көлеміне байланысты дамымайды. Өз командаларыңыздың ең белсенді серіктесі болуыңыз қажет. Сіз не істесеңіз, командаларыңыз сол іске әрекетті қайталайды. Осыны ұмытпаңыз. Іріктеу бизнесте лайықсыз адамдар болмайды. Сізге адамдардың кімнің кім екендігін түсініп, оларды тиісті санаттар бойынша іріктеу керек. Сүйіспеншілік. Бизнесті құрумен айналысатын адамдардың 95% өз ісінде жалпыға ортақ қателік жібереді. Олар бизнеске тек ақша жасау үшін ғана келеді. Бизнесін осындай іргетасқа негіздеген адам ештеңе таппайды, немесе тапқан қаражатын тез арада жоғалтады. Бизнесті сәтті құру үшін өз ісіңізге, өз бизнесіңізге бірге жұмыс істейтін адамдарыңызға сүйіспеншілікпен қарауыңыз керек. Өзіңіз білетініңізбен басқалармен бөлісуіңіз керек. Және де әңгімелесуші адамыңыз сіздің шынайы ойыңызды әрдайым сезіп тұратындығын ұмытпаңыз. Сізді оның ақшасы қызықтыратындығын, немесе сіз шынымен де өз ісіңізге шығармашылық көзқараспен қарап, әріптестеріңіздің көңілінен шығу үшін жұмыс істеп отырғаныңызды біліп тұрады.